Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамының басқарма төрағасын қабылдады. Асқар Жұмағалиев ұлттық компанияның қызметі мен атом саласының даму жайлы есеп берді. Мекеме өткен жылы жоспарланған өндірістік және қаржылық көрсеткіштерді түгелдей орындаған. Нәтижесінде компанияның таза кірісі 108 миллиард теңгеден асқан. Бұдан бөлек Асқар Жұмағалиев компанияны трансформациялау жұмысының барысын баяндады. Елбасы бұл бағыттағы жұмыстарды әлде ширату керектігін айтып, атомды бейбіт мақсатта пайдалану мәселесіне мән берді. Уран өндіру бойынша әлемде Қазатомпром өзінің лидерлік позицияларын сақтады. Елбасы өз жолдауында диверсификацияға, модернизацияға, автоматтандыруға жасауға біраз тапсырмалар берген. Осы тапсырмаларын орындау мақсатында қазіргі кезде біз біраз жобалар Қазатомпромда атқарып жатырмыз.